Туғандар, жаназа оқығандан кейін аға қиямат башталды. Жаназа оқығандан кейін не болды? О, туғандар, кейбір жерлерде жаназа оқығандан кейін қайра жүзін ашып зиярат қылдырып атпайбы? Чоңдорды көбінше болбайды. Жаназа оқылды, бүтті. Жүз ашылып баш керек. Қабырға қойғанда да. Қабырға қойғанда дағы. Жүзін ашпағыла. Түйіп қоя делек, түйінлерді чечіп қоясыңар. Жүзі жауық бойдан қалады. Bir ғана жүз қайерде ашылады, білесіз бе? Қачан ким ихрам байлап алып, дүниеден өтіп кетсе, ошоның жүзі жауылбайды. Анткени ихрамда еркектерге баш киім кийсе болбойды. Ихрам байлаганда ажылыктыкы болсын, умраныкы болсын, айырмасы жоқ. Лаббайк айтып ниет кылдыңыз ба? Ошол ихрамдан чыккычакты кейбір адамдар дүниеден өтіп кетеді. Ошон үчүн ажылыкта кейбір адамдарды көрөсүздөр, жаназа окуп атканда жүзү ачык, кейбирлери жүзү жабык. Жүзү ачыктар ошо ихрамда өткөндөр. Буга пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан. Бу хадис бу. Ким ихрамда өтсө, анын жүзү башы ихрамда өттү да, жабылбайт. Кыямат күнү лаббайк айтып турат экен да бу. Калганы бардыгы жүзү жабылат. Кабырга койгондо жүзүн ачпагыла. Кабырга койгондо кыбланы каратасыздар. Бул баш жагын, бут жагын неме кылып туруп, кичине муну кейбирлер башын эле бурап коет да, андай эмес. Дене толугу менен кичине буралыш керек. Жамбаш. Жамбаш жагына, дал жагына, баш жагына кичине топурак коесуңар мындай. Кичине өтө эле мындай кылса болот. Кичине кырлатып эле коесуңар. Бул